Құрметті әлеуметтік желі оқырмандары, 6 шілде Нұр-Сұлтан қаласы күніне орай Іле аудандық кітапханасы ұйымдастырылған «Сәулетімен тілегі дара елорда» атты кітап көрме инсталляцияға видео шолуды ұсынамыз. Қазақстанның заманға лайық жаңа астанасы салу идеясы мемлекеттің бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Елорданы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы Жоғары кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде қабылдады. Астананы ресми көшіру 1997 жылы 10 желтоқсанда жүзеге асты. Президенттің 1998 жылы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа Астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылы 10 маусымда өтті. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімімен әлем қаласы атағы алды. Қазақстанның бас қаласы 2000 жылдан бастап астаналар мен ірі қалалар халықаралық ассамблеясының мүшесі. 2019 жылы 20 наурызда Қазақстанның жаңа президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қаланың атын экс-президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құрметіне Нұр-Сұлтан деп өзгертуге бұйрық берді. Бүгінгі күні Нұр-Сұлтан қаласы сәулетімен, көркімен көз тартар әсем қала.